Бұл есептерді шешу барысында біз қосынды мен айырымды көбейтіндіге түрлендіру формуласын қолданамыз. Бірінші тапсырмада формулаға қойсақ, 2 синус альфа минус бета, яғни альфаның орнына 75 градус минус 15 градус бөлінген 2 көбейтілген косинус 75 градус қосылған 15 градус бөлінген 2 тең 2 синус 75-тен 15 алсақ 60, 60-ті 2-ге бөлсек 30 градус косинус 75-пен 15-ті қоссақ 90, 90-ті 2-ге бөлсек 45 градус тең болады 2 синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең көбейтілген синус 45 градуста турасты 2 бөлінген 2-ге тең 2 мен 2 қысқарып кетсе турасты 2 бөлінген 2 екінші есепте формулаға қоятын болсақ 2 косинус пи бөлінген 3 косинус альфа плюс бета, яғни альфаның орнында пи бөлінген 3 плюс бета плюс пи бөлінген 3 минус бета бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус бета, яғни пи бөлінген 3 плюс бета минус пи бөлінген 3 плюс бета. Жақшаны ашқан кезде 2 минус плюс болып кетті. Бөлінген 2 тең 2 косинус бета мен бета қысқарып кетеді. Пи бөлінген 3 пен пи бөлінген 3-ті қоссақ 2 пи бөлінген 3. Оны 2-ге бөлетін болсақ 2 пи бөлінген 6. Және 2 мен 6-ны қысқаратын болсақ, косинус пи бөлінген 3 қалады. Пи бөлінген 3. Екіншіде пи бөлінген 3 пен пи бөлінген 3 қысқарып кетеді. Беталар қосылады. 2 бета, 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда косинус бета қалады. Косинус бета. Тең 2 көбейтілген косинус пи бөлінген 3-те 2-ден 1-ге тең. Көбейтілген косинус бетаның орнына осы 2-ні қоямыз. Сол кезде 2 мен 2 қысқарып кетеді де, жауабы 2 болады. Үшінші есепте теңдікті дәлелдейміз. Синус 3 бета мен бетаның орнына ауыстырып жазатын болсақ, синус бета қосылған синус 5 бета қосылған синус 3 бета. Бөлшектің бөлімінде сол күйі жазамыз. Косинус бета қосылған косинус 5 бета қосылған косинус 3 бета. Тең енді қосынды мен айырымды көбейтіндіге түрлендіру формуласымен жазатын болсақ, онда 2 синус альфа плюс бета, бізде альфа бетаға тең плюс бетамыз 5 бетаға тең. Бөлінген 2 көбейтілген косинус бета минус 5 бета бөлінген 2 плюс синус 3 бетаны жазамыз. Бөлшектің бөлімінде 2 косинус бета плюс 5 бета бөлінген 2 косинус бета минус 5 бета бөлінген 2 плюс косинус 3 бетаның өзін жазамыз. Тең 2 синус 6 болады. 6-ны 2-ге бөлсек 3 бета косинус минус 4 бета, 12 мен 4 қысқаратын болса минус 2 бета. Косинус жүк функция болғандықтан 2 бетаның өзін жазамыз. Плюс синус 3 бета. 2 косинус дәл сол сияқты 3 бета болады. Косинус 2 бета болады. Жер 2 бета. Плюс косинус 3 бета. Тең синус 3 бетаны жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Ортақ көбейткіш қып. Синус 3 бета. Жақшаның ішінде 2 косинус 2 бета плюс 1. Бөлімінде сол сияқты косинус 3 бетаны жақшаның сыртына шығарайық. Косинус 3 бета. Жақшаның ішінде 2 косинус 2 бета плюс 1. Жақшаның ішіндегілер мен жақшаның ішіндегілер қысқарып кетеді де, синус 3 бетаның косинус 3 бетаға қатынасы ол тангенс 3 бета болады. Яғни біз дәлелдедік.